Шымкентте тіркелген жұмыссыздардың 10 мыңы әйелдер. Осыны ескерген жергілікті билік тағдыр тауқыметін тартқан жалғыз басты және тұрақты жұмысы жоқ аналарға арнап шағын бизнесті дамыту бағдарламасын әзірлеуді қолға алды. Жұмыссыз жүрген әйелдерге шағын кәсіп ашу үшін қандай жағдай жасалмақ? Айзада Төребекқызы тарқатады. Шымкенттік Айна Елтаева жалғыз бастаны. 6 жасар қызы Інжу екеуі жатақхананың қуықтай бөлмесін паналап отыр. 3,5 жыл бұрын асыраушысынан айырылған. Биыл 10 жасар қызы да қайтыс болған. Айтуынша тұңғышы 5 жыл бойы төсек тартып жатқан. Ауру балаға қарау үшін жұмысын тастапты. Қазір отбасының кірісі 24 мың теңге жәрдемақы ғана. Жұмыс табу жағынан қазір қиындау болып жатыр. Мен аспаздық курсын оқып бітірдім. Біраз жерге сұрастырып не қылдым, бірақ мен таба алмадым жұмысты. Ендігі кезекте жаңағы мен балабақша жағынан подготовительный оқысам ба деп жатырмын. Егер де мүмкіндік болатын болса, ол жағы да жақсы болар еді. Жаңа шаштараз деген несі курстары да бар. Карима Хайдарбекова да жалғыз бастана. Тігін тігіп қаражат тауып жүр. 36 жастағы келіншек тігін цехын салуға қажет құрылыс заттарын жинақтап жатыр. Кәсібін кеңейту үшін 1,5 миллион теңгедей қаражат қажет деді. Мен барлық жерге бардым, банктерге де бардым, кредит сұрап не қылып, дамуға да бардым, болмады, ешқандай вариант жоқ. Менде залогқа қоятын еш нәрсе жоқ. Егер залогқа қоятын болса, мен сөзсіз қойып тіршілігімді істей берер едім. Әттең болып тұр. 5 бала, тамағы бар, 2 мүгедек балам бар, олардың дәрісі бар, несі бар. Енді амалдап әйтеуір өлмес күніміз көріп жатыр. Шымкентте жұмысы жүрген 10 мың әйел бар. Бірінің кәсіби білімі жоқ болса, енді бірі қолынан келер істі дамытуға қолы қысқа. Осыны ескерген жергілікті билік бұдан былай олардың кәсіп ашуына жағдай жасамақ. Қиыншылықтардың бәріне қарамай, олар түңілмей, өміріне берілмей, ары қарай жаңағы алып кетем деген нелер талпыныстары көздерінің оттар жанып тұрады, және де олар неге қолдамасқа. Міне сондай жаңағы әйелдерді ары қарай қолдап, аяқтарына тік тұрғызу үшін жаңағы кредит беріп, қаржы беріп, оны оқытып, ары қарай жаңағы отбасын аяқтарына тік тұрғызу жаңағы мақсатында осылай жасалынып отыр. Тұрмыс тауқыметін тартқан жалғыз басты аналар мен тұрақты жұмысы жоқ әйелдерге жәрдем беруде кәсіпкерлер палатасы бірлесіп жұмыс істемек. Бұл бағытта бірнеше бағдарлама жасалған. 3 миллион теңгеге дейін грант иемденуге де мүмкіндік бар. Жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік дамыту бағдарламасы аясында берілетін гранттар сомасы ол 100 МРП, яғни 240 мың жаңағы теңгеге дейін. Ол мынау кішігірім, әйелдерге арналған кішігірім жаңағы бизнес ашуға бағытталған, мысалы тігін цехын немесе жаңағы шаштараз, кішігірім жаңағы наубайхана, сондай кіші бизнес ашуға бағытталған. Алайда грант саны шектеулі деді кәсіпкерлер палатасының өкілі. Шымкент қаласының өзіне биылғы жылға бар болғаны 10 грант сұралған. Палата өкілі сондай қазір микроқаржылық ұйымдар арқылы төмен пайызды несие берудің бірнеше бағыттары пилотты жоба ретінде іске асырылып жатқанын алға тартты. Соның бірі 5%-дан төмен несие рәсімдеуге мүмкіндік жасау. Айзада Төребекқызы, Серік Талас, Астардасы, Шымкент.